Үш сауал. Лев Толстой. Аударған Айбек Нәби. Қай істі қай уақытта істеген абзал? Ең керекті кісі кім? Ең керекті іс не? Патша осы үш сұрақты ойланды. Жауабын тапқан адамға мол сый беремін деп жар салды. Бірақ дәлел айтқан ешкім болмады. Бірі, күн сайын, жұма, ай сайын қылатын істі күні бұрын реттеп жазып қою керек деді. Екіншісі, онан түк пайда жоқ, не кез боларын қайдан білсін? Орынсызға әуре болмай, ең керекті іс кез болғанда алды-артын байқап, ойланып іс қылу керек деді. Үшіншісі, патша қанша ойланғанмен қате қылуы мүмкін, ондай іс кез болғанда білімділердің жиып кеңесу керек деді. Төртіншісі, кей істе кеңесуге уақыттары болады, онан да күні бұрын ғайыпты білетін бақсыны тыңдап, соның ақылымен жүру керек деді. Ең керекті кісі кім деген сұраққа да әртүрлі болжау айтты. Біреулер уәзір деді, біреулер молда деді, доғдыр, әскер деп тағы қосты. Ал ең керекті іс қайыс дегенге оқу, соғыс үйрету, Құдайға құлшылық қылу деп тағы тартысты. Ешбір жауапқа патшаның көңілі толмады. Шаһарға жақын маңда бір қария бар еді, ағаш егіп бақташылық қылатын. Патша содан ақыл сұрамақшы болды. Келсе, ол ағаш егетін шұқыр қазып жатыр екен. Хан үш сауалды қойып еді. Қария ханның сөзіне жауап қайтармай, күрекпен топырағын лақтыра берді. Патша қарттың шаршағанын сезіп, күректі маған беріңіз, біраз болысайын деді. Патша 3 сағат жер қазады. Күн батуға таянғанда әбден шаршап, қолындағы күректі тастады да: ақсақал, сұрағыма жауап бермейтін болсаң, мен қайтайын, күн кешкіріп қалды. Қарт: көз ұшында бір кісі жүгіріп келеді. Кім екен? Деді алысқа қарап. Расымен, бір қолымен бүйірін ұстап біреу келеді екен. Патшаның алдына жеткенде жығылып құлады. Бүйірден қан саулап тұр. Патша жарасын сумен жуып, белбеуімен таңып, әзер дегенде қан тыйды. Сосын көтеріп төсекке жатқызып, жаралы ұйықтап кетті. Патша да әбден шаршапты, жерге жантая кетті. Таң ата бірақ оянды. Жаралыға қарап еді, ол басын әрең көтеріп: «Ей патша, мені кеш». «Не үшін?» «Сен менің әкемді өлтіріп, малымды алғансың. Кегімді аламын деп жолыңды тосып едім. Қапыда күзетке жолығып жараландым. Сен жарамды таңбағанда өлетін едім. Жақсылығыңды ұмытпаймын. Қаласаң, адал қызмет етейін». Патшаның көңілі жібіп: «Сен де кеш, малыңды түгел қайырам. Қазір дәрігер жіберіп сарайға алдырып қараймын». Сосын қарияға қарап: «Менің 3 сауалыма не айтасыз?» Қарт: «Жауабын алдың ғой» деді. «Қалайша?» «Кеше маған болыспағанда ерте қайтар едің, мынау сені жолда өлтірер еді. Сондықтан мезгілінде істеген абзал ісің маған болысқан кезің. Сол сәтте маған ең керекті кісі сен болдың. Сенің көмегіңе мұқтаж едім. Ал ең керекті іс жаралының жарасын таңған сәтің. Жәрдем қылмасаң, мынау тірі қалып бұлай тәубе етпес еді. Сондықтан жаралы үшін де ең керекті уақыт пен ең қажет кісі сен, және осы сәт. Тірі кезінде адамның еркіндігі өзінде болады. Кеше сені 1000 жерден тәкаппарлық пен жалқаулық кері тартып тұрса да, ерік қалауыңды күштеп маған болыстың. Сол сәтте ең керек адамға айналдың. Ең керек істі жасадың және дер шағында көмек көрсеттің. Соның арқасында дұшпаның досқа айналды, кегі тарқап, жүрегі жұмсарды. Енді ол да өзгеге жақсылық етуді міндет санайды. Есіңде болсын тақсыр, адамның мойнындағы шын міндеті біреуге жәрдем ету. Біреуге жәрдем еткен сәтте ол ең керек адамға айналады және Құдай сүйген ең керекті істі жасайды. Ал ең қажетті уақытты білек тұрып шешім қабылдаған сәтінде ғана өзі таңдайды. 3 сауалға қария осылай жауап берген еді.